Енді синтекс айы туралы жалпылама мағлұмат беріп кетейін мен сіздерге. Мына менюді басамыз. Сол кезде главный меню деп ең төбесінде тұрады. Соны басамыз. Сол жерде әртүрлі бөлім шығады. Бірінші біз дизайнс и дегенмен жұмыс жасаймыз, фото жасаймыз. Мұнда неше түрлі и түрлері бар мұнда. Midjourney, DALL-E 3, DALL-E Turbo, Ideogram. Бұл иілер әртүрлі жұмыс жасайды. Форматтары әртүрлі, стильдері әртүрлі. Қарап алыңыздар. Біреуінде бар зат, например, басқасында вообще болмауы мүмкін. Промптың маңыздылығы да осында. Яғни сен дұрыс код жазбасаң, дұрыс емес суреттер аласың. Дұрыстап жазсаң, күштілеп сурет шығарып беруі де мүмкін. Стиль түріне де мән беруіміз керек. Көрдіңіздер ме? Осы фотоны алып, біз видео будущего дегенді басамыз да, осы фотоларымызды жандандырамыз. Бұл жерде де көп. Runway, Pika, Kling, Hilo, неше түрлісі. И әрқайсысы әртүрлі сізге шығарып береді. Біреуі өте креативный болса, біреуі вообще не в тему бір нәрселер шығаруы мүмкін. Мына пілдің видеосына мұқият қараңыздаршы. Мысалы, Лума кино сияқты түсіреді, бірақ Клинк та кино сияқты түсіреді. Но только текст видео деп тұр, көрдіңіздер ме? Фото видео емес, текст видео. Бұл боттың ең үлкен тағы да бір плюсы, ол база знаний деген бар. Яғни әр идің астында база знаний деген бар. Ол иді қалай қолдану керектігінің барлығын көрсеткен. Мысалдармен келтірген, қандай сөздер қолдану керектігін көрсеткен. Яғни осы база знанийдің ішіне кіріп қана сіздер өздеріңіздің фото видеоларыңызды жасай берсеңіздер болады. Көп практика жасау арқылы ғана сіздер жасанды интеллекттің алгоритмін түсінесіздер. Соны өлең жасауға, ән жазуға өте күшті и қолданыңыздар. Авторский өлеңдер шығарасыздар. Шынымен. Бұл жақта өздеріңіздің өлеңдеріңізді де сөз бар, сөз өлеңдеріңізді қолданып, соның үстіне музыка шығарсаңыз, немесе қандай өлең хотите, соған өлең шығарсаңыздар болады. Еще өлеңді кім сияқты айтсын, Билли Айлиш па, Дженнифер Лопес па, кім сияқты айтсын, соның да дауысын келтіріп бере алады. Генератор звука әртүрлі звуктар шығарып береді. Тамақ пісіп жатыр, тамақ жеп жатыр, даланың, көшенің барлығын. Мынау Gemini Cloud деген ол кәдімгі GPT. Яғни сұранысыңызды жазасыз, ол сізге сұраныс жауап береді. Профильдің ішіне кірсеңіз, ол жақта подписка болады. Яғни сіз токен сатып аласыз. Бұл подпискада монета сатып аласыз. И сол монетаңызға байланысты қолдана бересіз. Яғни сіз қолданған кезде ол сіздің монетаңыздан ұстап қалады. Әр тариф әртүрлі. Қараңыздар, что входит в тариф деп тұр. Яғни ол тарифтің ішіне біреуінде Hilo кірсе, біреуіне Hilo кірмеуі мүмкін. Біреуіне Kling кірсе, біреуіне кірмеуі мүмкін. Осында X галочкалар бар, көрдіңіздер ме? Осыған да назар аударыңыз. Токен монета дегенді түсіндіріп кетейін. Ол дегеніміз, например, 2-3 тариф деп тұр, көрдіңіз ба? 2-3 тариф, значит 2-3 монета сізден алынады деген сөз. Бұл боттың ең төмен токенынан сатып алуды кеңес берер едім. Солай сіздер үйренесіздер. Ол жақта DALL-E 3 мен Hilo включен. Со DALL-E 3 жақсы генерировать етеді. Содан бастаңыздар. И ары қарай дальше больше болып кетеді.